Тышқан мен жылан. Бір тышқан тамақ аулап ініне қайтып келсе, онда бір жылан жатыр екен. Тышқан мұнан жаман қорқып, қуып шығаруға батпай, ақыл сұрай, өзінің қайғысын айтқалы көршілеріне барады. Ақылды тышқандар жиылысып отырып кеңес айтыпты. Сен ол інді тастап өзге ін қазып ал. Жылан сенің ініңді тартып алғаны әділдік емес. Бірақ оған қылар еш айла жоқ. Оған тиіп не қыласың? Мазасын ала берсең, сені жеп қояды. Оған ештеңе қыла алмайсың, депті. Тышқан бейшара қайғырса да үндемей қойыпты. Бірақ қалай кегін алуды ойлап жүріпті. Бір күні сейілдеп келе жатса, інінің аузында жыланның күншуақта жылынып жатқанын көріпті. Жанында бір кісі ұйықтап жатыр екен. Тышқан барып оның мұрнын тістеп алыпты да жыланға қарай тұра қашыпты. Кісі оянып тұра қуып келе жатса, қараса алдында жатқан жыланды көріп, тышқаннан мұның зияны көбірек болған соң, кісі жыланды өлтіруге алданып қалды да тышқанды қоя береді. Жыланды өлтіріп, әлгі кісі кетіп қалыпты. Тышқан жыланнан кек алып, өз ініне қайта оралып